Баршаларыңызға қайырлы күн көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында кәдімгі печкіде пісірілетін және де тандырда піскен нан секілді жұмсақ болып шығатын осындай керемет дәмді нанның рецептімен бөлісемін. Рецепті сақтап алсаңыздар болады. Ең алдымен ұнымыздың үстіне құрғақ дрожжымызды саламыз. Бір ас қасық шекер саламыз және де дәміне қарай тұз салып, үстіне ерітілген сары май қосамыз. Сары майды қалаған түрін қолдансаңыздар болады. Жақсылап лопатканың көмегімен бір араластырып аламыз. Содан соң жылы суымызды аз-аздан құя отырып қамыр илейміз. Қаласаңыздар бірден қолыңызбен илесеңіздер де болады, не болмаса мен секілді лопаткамен осылай басын біріктіріп алсаңыздар да болады. Біздің қамырымыздың басы осылай біріккен кезде 2 ас қасық сұйық май құйып, қолымызбен жақсылап қамырымызды илейміз. Біздің қамырымыз жұмсақ болуы қажет, бірақ қолға жабыспайтындай болсын. Осы видеодағыдай етіп қамырымызды жақсылап илеуін қандырып, бетін жауып, жылы жерге қамырымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Достар, көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз осылай керемет болып көтерілді. Енді бірнеше бөлікке бөлеміз. Егер қамыр қолыңызға жабысып жатса, аз ғана қолымызды майлап жіберуге болады. Осындай арнайы формамызға саламыз. Бөліктерімізді өте қатты үлкен қылмай, осылай шағын ғана етіп жасап аламыз. Формаға салып болғаннан соң тағы да бетін жауып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Мен кәдімгі әсел печкіде пісіретін боламын, өте жұмсақ болып шығады. Нанымыз жабысып қалмау үшін форманың астын міндетті түрде майлап алуды ұмытпаңыздар. 15 минуттан соң бетін ашып, осылай қолымызбен ортасын басып шығамыз. Егер сіздердің үйлеріңізде нан ұрғыш табылмаса, оның орнына вилка қолдансаңыздар болады. Содан соң жұмыртқаның сарыуызын осы нанымыздың беттеріне жағып шығамыз. Печкімізді алдын ала қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. 200 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Әркімнің печкісі әрқалай, сол себепті қарап тұрыңыздар, нанымыз күйіп кетпеуі қажет. Бетіне қаласаңыздар мен секілді күнжіт сепсеңіздер болады, қаламасаңыздар сеппей қойсаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңызға қарай. Көріп тұрғандарыңыздай біздің нанымыз пісіп дайын болды. Өте жұмсақ, сондай дәмді болып шығады. Кәдімгі тандырда піскен нан секілді өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.